Сәлем көрермен, бүгін мен сіздерге осы сыр күріштің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, аяғына дейін қолдап көріп отырыңыздар. Тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен осы суымызды қайнатып, үстіне жуылған күрішімізді салып, астын қатты қойып қайнатып аламыз. Міне бізде осылай қайнап шығады. Енді осыны қозғап тұру қажет. Асты жабысып қалады, қозғамаса. Қозғап тұрыңыздар қайта. Енді осының үстіне тұзымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Осылай біздің күрішіміздің суы тартылып, күріштер жарылып пісуге жақын қалғанда, үстінен сүтімізді құйып, астын жай қойып, баяу отта қозғап отырып пісіретін боламыз. Бұл рецепті әркім өз қалауынша жасай беруге болады. Отбасына қанша семья, соған көз мөлшермен жасай беріңіздер. Бұл сыр күріш өте жеңіл тағам, әрі тойымды. Бұны күйген маймен ұсынсаңыздар өте керемет болады. Бұл күйген майдың рецептісі менің осы каналымда бар, көрсеңіздер болады. Тамағымыз дайын болды. Енді жақсылап араластырып аламыз да дастарханға ұсына береміз. Енді осының үстіне майымызды құйып шығамыз. Май құймай жей беруге де болады, әркімнің өз қалауы. Бұл майды алдын ала тоңып тұрады, бұны алдын ала микроволновкаға болмаса басқа неге кертіп алыңыздар. Осылай біз тұзын да салып жейтін боламыз. Маған тіркеліп қолдау білгендеріңізге рахмет, ас болсын.